Экстремизммен күрес бұл тек Қазақстан немесе Орта Азия емес, күллі дүниені толғандырған мәселе. Стратегиялық зерттеу институты ұйымдастырған жиында осы ой жиі айтылды. Басқосуға алыс жоқ шет мемлекеттерден осы сала мамандар жиылған. Қазіргі заманғы лаңкестердің барлығына ортақ басты анықтама белгілі бір діни ағымның фанатына айналуы. Мұндай адам нақты бір әлеуметтік топтан бас тартып, қоғаммен байланысын үзіп, жұрт көзінен таса тірлік етуге көшеді. Адамның жалғыз күнде лаңкеске айналмасы анық. Оған дейін адам ауыр күйзеліске ұшырауы немесе түрлі формадағы әлеуметтік кері бейімдеуге, яғни дезадаптацияға ұрынуы мүмкін. Задержать, запретить, поймать и посадить. Ұстау, тыйым салу, түрмеге тоғыту. Әзірге біз бұл індетпен тек осылай күресіп келеміз. Ал ол адамның бұл қадамға не үшін барғанына жауабымыз жоқ. Қатардағы адамнан экстремистер қатарына қайтып қосылғанын әлі толық зерттеген жоқпыз. Бүгінгі жиында осы төңіректе ой бөлістік.